Sәлеметсіздер ме достар? Бүгін біз сабағымызда симметриялық матрица деген бір есепті шығарамыз. Есебімізді оқумен бастайық. Екі өлшемді массивтің негізгі диагонал бойынша симметриялы екенін тексеріңіз. Негізгі диагонал, бұл жердегі негізгі диагонал не екендігін өлшейді. Екі түрлі диагонал болуы мүмкін, себебі негізгі диагонал екі өлшемді массивтің жоғарғы сол бұрышынан төменгі оңға қарай өтетін диагонал. Онда деген бір 2-2 матрица деген көрейік. Бұл жерде бағалана 0 берейік қазірше. 0, 0, 0, 0 болсын. 2-2. Енді жоғарғы сол бұрышынан төменгі оңға қарай. Яғни мыналар 1 болу керек. Yani осында диагонал осында кету керек. Мысалы 3 болған кезде 0, 0, 0, 0, 1. Yani o sızıq boyunca 4 bolsa da yani ortalardağı sanlar negizinde mağızlı емес. Misal 5 bolsa da mına jeri 2 olsa da simetriyalıq matriça boladı. Bağdarlama kırısretinde insanın aladı ol masifdeki jollar men bağandar sanı. Əgər qaray kırı sağında masiftin elementleri bolup tabılardan hər qaysı insandan turatan en jolunu xaltıydı. Bu жерде kəlімgide belgili bizden degen engi endik bir tizim vermemiz gerek. İlk ölçemde. Bağdarlama simetriyal masif üçün yes. Asimetriyalıq masif üçün olsa ne sözünü шығару керек. Endi olsa testlerimizge bir qarab öteyik. Birinci testimiz 3 uzunluğunda bir masif verilgen. 0, 1, 2, 1, 5, 3, 2, 3, 4. Yes şapta. Yani mono teng bolan üçün, mono bir teng bolan üçün, mono teng bolan üçün. Ortadağı sandar, diagonaldağı sandar mağız demes. Yes çıqandır. Бұл жерде барлығы 0 тек қана 1 берілген. Yani бұл жерде 1 болса еді, yes болатын еді, но 1 емес. Мен жалпы деген қалай деген екі өлшемді массив құрастырылатын кодтарды енгізіп қойдым. Себебі оған уақыт кеткізбейік. Оны үйренетін болсаңыз, менің алдыңғы видеоларымдан, мына видеомдан көрсеңіздер болады. Мынаума білген жоқпын. Енді biz бұл жерде мынандай бір нәрсе жасайық. Ең бастысы Excelмен жұмыс жасасақ көрейік. Бұл жерге біздің 3-3-лік берілген екеуінде де бізде 3-3-лікмен бастап көрейік. Бұл маңызды емес. Ортадағылар маңызды емес. Бірақ маңызды болған жер мұны мен мұны 1 болу керек. Yani мұны сары, мұны да сары болсын. Ал мұны мысалы кішкене басқаша қызыл болсын. Мұны қызыл болған кезде бұл да мысалы қызыл болу керек. Ал мына жер мысалы көк түсті болсын, бұл да көк түсті болу керек. Бұл жерде байқаған, бір нәрселер байқаған болуыңыз керек. Ең біріншісі, мыналардың барлығын мен жеріне етіп көрсетейін. Себебі индекс жазамын қазір бұл жерге. Индекстер 0, 1 және 2. Ал төменде болса 0, мына жерде 1 және 2. Енді біздің 0-ға 0-лықтар диагонал, yani бірге бірдіктер диагонал болған үшін олар бізге маңызды емес. Бізге маңызды болған 0-шының бірінші элементі менен мына жердегі. Біріншінің 0-шы элементі екеуі бір-біріне тең болу керек. Яғни ij кешіресіздер, ij ж иге тең болу керек. Бұлайынша немен айтқан кезімізде, индекстермен айтқан кезімізде екеуі бір-біріне тең болу керек. Тең болмаған кезінде симметриялық бұзылып кетеді. Онда біз мынандай бір код жазуға тырысайық. Ең біріншісі біздің нәтижеміз немесе результатымыз еске тең болсын. Яғни біз массивті баста не деп қабылдайық? Симметриялық деп қабылдайық. Егер тең болмаған жағдайда симметриялық бұзылады, яғни ноға айналады. Сондай бір код жазуға тырысайық. Енді біздің резалт деген нәтиже ең баста еске тең болсын. Енді әрбір элементті екі өлшемді алатын болсақ, онда for I in range бұл жерде n деп жазамыз. Себебі біздің n input'umuz бар. Енді екі өлшемді болған үшін тағы бір рет деген for циклын қолдануым керек. Оған for j in range деп жазайын. In range. Бұл да тағы n болсын. Kodumuzu кішкене жоғары алып келейік.
Endi men mana ne dep aytkan edim. Bu жерде if koldanmamız gerek bolady. Sebebi i, j, j, i ge yani neler avsan kezinde teң boluu gerek bolady. Onda for a, i deymin. For a, i және j teң boluu gerek. J, i ge teң boluu gerek. J және i ge teң boluu gerek. Negizinde teң boluu gerek, birak teң bolmasa rezultatımız no'ga awsady. Onda ne isteyimiz? Result teң boluu gerek. No dep jazayak. O жерде, mına жерде teң bolmagan jagdayda no'ga awsady. Onda mına lep belgisini koyamız. Mına жерде nege for жазып kettim? Bul da if boluu gerek, kechiresizler. Yani bol teң bolmagan jagdayda yes деген жавапты no'ga awstırady. Eger barlygy teң bolsa yes bolup kalady, bizge yes bolup da çygady. Ең соңғы біздің тағы бір жазатын нәрсеміз жоқ. Онда біз деген бұл жердегі результатты тек қана шығарайық. Print result деп жазайық. Бұны сақтаймыз. Енді болса жүргізіп көрейік. Мен тесттерден бастай берейін. Екінші тесттен бастайын, себебі көбісі 0 екен. 3 дейік. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Enter'e basan kezinde no dep çıktı. Ikinci testimiz dürüst. Birinci testimiz tekrar koyayım. 3 şerefsiz 0 1 2 1 5 3 2 3 4 yes dep çıktı. İyi. Kodumuz iki testinde dur çıktı negizinde. Bizden öz Excel'de kodumuzu жазып көрсек, бұл жерде yes шығатын шығар. Себебі bağlı дегенде 0 0 0 болып тұр. Жалпы бүгінгі шығарған есебіміз осылай. Бұл есепте түсінбеген нәрселеріңіз бар болса, төменге жазып қалдырсаңыздар болады. Негізінде ондай күрделі бір нәрсе жоқ. Тек қана if'te деген индекс қолдануды білсеңіз жеткілікті бұл жерде болғаны. Оған да менің алдыңғы видеоларымдан қарасаңыздар болады. Келесі видеоларда көріскенше, қош сау болыңыздар.